Ежелде бір қария немересіне өмірлік мәні бар, өмірден алынған көргендік бір әңгімені өсиет етіп, өмірлік сабақ ретінде айтып беріпті. Тыңда немерем, әрбір жанның ішкі жан дүниесімен түйсігінде өмірлік күрес жүреді. Бұл алапат екі қасқырдың күрес сияқты. Бірінші қасқыр өмірдегі қызғаншақтықты, менмендікті, өзімшілдікті, еріншектікті жақтаса, ал екінші қасқыр керісінше мейірімділікті, мейірбандылықты, кішіпейілділікті, көпшілдікті, еңбекқорлықты жақтап, екеуара өмір бойы күреседі деп әңгімесін бітірткізбестен тұнық ойға батып кеткен немересі басын жай көтере атасына қарап сұрақ қойыпты. Ата, бұл екі қасқырдың күресінде қай қасқыр жеңіске жетеді? Айтыңызшы депті. Сонда қария жай ғана жымиып, немересінің қойған сұрағына анық үнмен, әр кезде қай қасқырға нәр беріп, іштей ой түйсігіңмен қолдау білдірсең, сол қасқыр өмірде жеңіске жетеді деген екен. Көнегөз қариялар әңгімелерінен үзінді.